Әрине, ең бастысы бізге осындай изолон материалдары қажет. Менде дайын шаблондар осындай кесіп дайындап қойғанмын алдын ала. Және пенопласт, бұл ең астыңғы бөлігіне сумкамыздың. Мына жерде екі жанындағы боковой дейміз, екі жанындағы бөлік керек. Астына осындай изолон қырқамыз. Және де сумканың жапқышы мынау ашып жабатын бөлігі. Және бізге қажетті болатын осындай пайяткалар керек болады. Мынандай осындай майда шүйде заттарымыз қажет болады. Және ең бастысы біздің мынау светильник жарыну үшін осындай свет қажет. Мынау изолента және де мынау патроны осы светильниктің лампочкасына сәйкес келетін. Мынау бізде қосып өшіретін осындай включатель дейміз, яғни ең басты құралымыз. Және де өткен алдыңғы сабақтарда жасаған мынандай гүлдер қажет болады. Мынандай жапырақшаларды дайындап қойдық алдын ала. Енді жұмысымызды бастаймыз. Каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Енді мына жерде біз ең бірінші мынау осы өлшемдердің барлығын сіздерге описанияға қалдырып кететін боламын. Қандай өлшемде, қандай көлемде жасау керек екендігін білетін боласыздар. Біз жұмысты ең бірінші сөмкенің астыңғы бөлігінен бастаймыз. Яғни мына жерге біз мына патронымызды дәл сөмкеміздің ортасына осылай етіп өлшеп аламыз дағыны. Осыны оямыз қазір. Бұл жерге ойық салып, мына патронымызды клеймен жабыстыратын боламыз. Ыстық желімдеп тастаймыз. Қараңыздар, міне біз өстіп дәл осы патронның дөңгелегімен бірдей етіп, осыны өстіп ойып алуымыз қажет. Тексеріп аламыз бүйтіп. Мынау бізде сәйкес келе ме? Енді қараңыздар, мынаны біз осылай ыстық желіммен желімдеп астыңғы бөлігін көрсетпейтіндей етіп жабыстырып тастаймыз. Ол бізде жұмысымызды тиянақты етіп көрсетеді. Енді мынау астыңғы бөлігіне қазір мынау екі жанын қалай жабыстыру керек екендігін айтамын. Қараңыздар, мына жерде жабыстыру үшін біз бірінші осындай суши таяқшалары не болмаса мынандай трубочки алып осылай жабыстыруымыз керек біз. Бұл бізде сумкамыздың екі жанын, яғни тіке ұстап тұру үшін қажет. Яғни бұл құламайды, майыспайды. Болашақта сумкамыздың формасын әдемі ұстау үшін керек болады. Міне енді екі жанын алдық. Және де мына біз бетін осылай етіп қалдырсаңыздар да болады, бірақ негізінде жапқан әдемі көрінеді. Бұның бетін мен қазір сары осындай изолонмен қаптап жабыстырып тастаймын. Дайын болды. Желімдеп шығамыз. Енді астыңғы бөлікті қараңыздар. Мына жерге келген кезде біз осылай өлшеп алуымыз керекпіз. Өлшеп көреміз. Яғни біздің ойған жеріміз сәйкес келді. Енді мынаны бір-біріне осылай жалғауымыз керекпіз. Бұл жерде маңызды емес.
қоңыры қайда, көгі қайда жалғанатындығы жалғай бересіздер. Ол үшін біз мынаны бірінші өлшеп, мына астындағы артқа бөлігінің, яғни сөмкеміздің келесі бет бөлігіне осылай өткізіп алып, бүйтіп өлшеп көреміз. Қараңыздар, сәйкес келді. Енді бір-біріне қазір қосатын боламыз. Басындағы пластмастарды алып тастаймыз, яғни қапталып тұрған. Қараңыздар, енді осыны изолентамен қаптап шығамыз. Тексеріп көреміз. Қараңыздар, жанды жағып өшіруге болады, яғни біздің жарықшамымыз жұмыс істеп тұр, яғни мынау қосылды деген сөз, тоқтар бір-біріне дұрыс жалғанда. Енді мына қараңыздар, мына бөлігін біз тиянақты етіп мына жерге дұрыстап жабыстыруымыз керекпіз. Өйткені мына көрініп қалмау керек. Мына пластмасс желімдеп шықтық. Енді мына жерде менде мына жапсырмасына мен осылай етіп кнопка жасап қойдым. Үстіңгі бөлігін жасадым, енді қазір астыңғы бөлігін жасаймыз. Яғни мынау бірінші кіргізіп өлшеп аламыз. Яғни кнопканы қалай қадау керек екенін. Қараңыздар, мына екі шетін өстіп майыстырып, яғни шығып кетпейтіндей етіп бекітеміз. Сосын тасымызды кішкене әдемі көру үшін осылай мен қаптап шықтым сыртын, әдемі көріну үшін. Бұлар өз еріктеріңізде, қандай тас қоямын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде мынау енді паятканы біз осылай айналдырып барлығын жабыстырып шығамыз. Нәтижесінде бізде осындай сөмке шықты. Қараңыздар, қандай әдемі. Жұмысымыз аяқталып қалды. Енді мен сіздерге мынау сөмкені ұстайтыны, яғни ручкасы, қараңыздар, қалай әдемі тоқылған, осыны көрсететін боламын. Ол үшін бізге қажетті осындай изолонның бөлшектері керек. Яғни менде шамамен мына жерде 1,5-2 сантиметр қылып кессеңіздер болады жалпақтығын, ал ұзындығы маңызды емес. Өйткені біз мына жерде бір-біріне жалғайтын боламыз. Бізге шамамен 9 не 8 штук па, сондай шамамен изолон кетеді мына жерде тоқу үшін. Осылай жолақтарды аламыз дағыны, осылай ілмек жасаймыз, бір-біріне кигізіп аламыз да ақырын тартамыз. Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Бір-біріне өткізесіздер да, осылай үстіп ақырын алма-кезек тартып отырасыздар. Алма-кезек өткізіп отырасыздар да, алма-кезек астына қарай ақырын тартып отырасыздар. Қатты тартып жібермеңіздер, өйткені изолон жыртылып кетуі мүмкін. Ал енді жетпей қалған жеріне келесі жолақтарымызды ары қарай жалғап жіберетін боламыз. Ыстық желіммен қосатын боласыздар. Осылай тоқи бересіздер. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Енді дайын болды міне біздің сөмкеміздің ұстайтын бөлігі. Енді қараңыздар, мынау менде қазір бос болып тұр. Бұлқылдап тұр, қараңыздар. Мынау формасын жөнді ұстап тұрған жоқ. Формасын ұстау үшін біз осындай арнайы темірді аламыз дағына, сын темірмен.
тым жіңішке болмасын, шамалы орташа қалыңдықта. Үстіп осы ручкамыздың ортасынан өткізіп шығамыз. Яғни ұстайтын сөмкеміздің ұстайтын бөлігін осылай қатайтып алуымыз қажет. Әйтпесе оны бұлқылдап тұрса сүйкімсіз көрінеді, әрі жаңағы дұрыс шықпайды сөмкеміздің әдемілігін жеткізе алмай қаламыз дұрыстап. Сол себептен барлық жұмысты осылай тиянақты жасаңыздар. Ақырындап тартып отырыңыздар, қатты тартпаңыздар. Ал енді қараңыздар, міне дайын болды. Екеуі бірдей болды мына жерде. Енді мынау аяқтағы бөлігін соңында осылай қатты шығып тұрған жерін аламыз дағыны үстіп қысқышпен қыстырып, жақсылап тұрып майыстырып қысып шығамыз. Бұл бізде бұлай көрінбей кетуі керек ішке қарай. Мына екінші бөлігінде дәл солай етіп қысамыз дағыны майыстырып, ақырын көрсетпей жібереміз. Қараңыздар, формасы ұсталынған, әдемі көрінеді. Енді мынаны екінші бөлігіне жабыстырып шыға саламыз. Осылай етіп бекітіп тастаймыз аяқ жағын. Болды. Сөмкеміздің ұстауышы дайын болды енді. Бұны жабыстырып шығамыз сөмкеге. Осылай етіп қоямыз. Және де ыстық желіммен үсті бекітіп жабыстырып шығамыз. Нәтижесінде осындай дайын сөмке шықты. Қараңыздар, өте керемет, әдемі көрінеді. Мына сөмкеміздің іші, сырты. Қараңыздар, мынау ашып жабылатын жаңағы сөмкеміздің. Болашақта осы ашқыш арқылы, яғни сіздер лампочкасын ауыстыруларыңызға болады. Енді мына жерде гүлдерді осылай жабыстырып шығасыздар. Алдыңғы сабақтарда гүлдер туралы сабақ өткен болатын. Осы гүлдердің барлығын жасап көрсеткенмін сіздерге. Қарап шықсаңыздар болады. Қараңыздар, нәтижесінде осындай түнгі шам шықты. Өте керемет, өте әдемі. Түнде жап-жарық болып жанып тұратын осындай күшті түнгі шамымыз шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк баса кетіңіздер. Пікір қалдыра кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жауап беремін. Және де тапсырысқа да осындай дүниелерді жасаймын. Телефон номерімді қалдырып кетемін міндетті түрде описание бөліміне. Қараңыздар, сөмкеміздің жаңғы бөліктері осылай шыққан. Қош сау болыңыздар, аман есен жүріңіздер.